Сәлем достар, бүгін сіздермен кешкі асқа духовкада голубцы жасайтын боламыз. Өте дәмді, әрі сулы болып, езілмей, әдемі болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі алдағы уақытта көптеген хит рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етімізді ыдысқа салып аламыз. Оның үстінен жібітілген күрішті қосамыз. Пиязды майдалап турап қосамыз, немесе блендердан өткізіп қоссаңыздар да болады. Майдаланған пиязды үстінен саламыз. Өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді қосасыздар. Дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізге балғар бұрышы керек болады. Мен 2 дана қызыл және де жасылын пайдаландым. Енді ортасынан бөліп, ішіндегі дәндерін видеода көрсетілгендей етіп алып тастайсыздар. Не тазалап бір жуып алдым. Енді ішіне салмасын салатын боламыз. Не барлығын жасап, дайындап алдық. Енді табаға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Майымыз қызығаннан соң, ұсақтап туралған пиязды қосып, қызартып, қуырып аламыз. Үкіштен өткізілген сәбізді қосып, қуырамыз. Туралған балғар бұрышы, пекинский капуста, қызанақ және де сарымсақ қосып, жақсылап 2-3 минуттай қуырамыз. Аздап тұз саламыз. 1 ас қасық томат пастасын қосып, 1-2 араластырамыз. Бетінен 1 стакан су құйып, 1 қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан соң, бетін жауып, 5 минуттай бұқтырып аламыз. Не біздің подливамыз дайын болды. Осылай жартылай пісу қажет. Одан кейін оны бірден протеинға аударып аламыз. Голубцыларымызды бетінен қойып шығамыз. Не барлығын протеинға қойып болдық. Енді бетінен пергамент қағазымен жабамыз. Тағы да бетінен фольгамен орап аламыз. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 50-55 минуттай пісіріп аламыз.
Міне 50 минут уақыт өтті. Енді пергамент қағазын алып тастаймыз. Бетінен үккіштен өткізілген ірімшіктерді қойып шығамыз. Тағы да 10-15 минут пеште пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Толықтай пісіп шығады. Ыдысқа салып аламыз. Бетінен осылай ұсақтап туралған ас көп қостым. Міне достар, біздің кешкі асымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазанға жасалынатын голубцыйдан да өте дәмді болып шығады. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Сол себепті лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.